Бұдан былай мектепте ұстаз болғысы келетіндерге қолында педагогикалық жоғары білімін растайтын дипломның болуы жеткіліксіз. Мұғалім болып жұмысқа орналасу үшін түлектер биылдан бастап міндетті біліктілік тестін тапсырады. Егер қабілеті жетпей, сынақтан сүрініп қалса, білім беру мекемелеріне қабылданбайды. Ұлттық біліктілік тестте түлектерге өз оққан пәннің төңірегіндегі сұрақтар беріледі. Мәселен, 4 жыл бойы математика мұғалім мамандығын оққан студент тестілеу сұрақтарында сол пәннің мектеп бағдарламасымен сабақ беру әдістемесін жетік білуі керек. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов 4 жыл оққан түлектерге мұндай сынақ қиынға соқпау керек деп есептейді. Алайда бұл жоба былтыр пилоттық түрде жүргізілген кезде 32 мың түлектің жартысынан көбі сынақтан сүрініп қалған еді. Соның нәтижесінде елімізде 30-дан астам жоғарғы оқу орны педагогика бойынша лицензиясынан айырылды. Мұндай тестілеу елдегі білім сапасын жақсартып, мектепке қызмет етуге лайықты жас мамандардың келуіне жол ашады дейді министр. Әр ұстаз болғысы келмесе де дипломмен жұмысқа орналасқысы келетіндерге шектеу болмақ. Балаларға сабақ қалай беріледі деген сияқты ғой, қалай түсіндіреді. Ақша беру арқылы жұмысқа кіріп, өзінің туыстарын алады, таныстарын алады деген сияқты сондайлар болдырмас үшін тестілеп біліммен алған дұрыс қой. Ол алдын ала өзін жұмысқа бір дайындық есебінде де дұрыс шығар, мүмкін деп ойлаймын.